Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге еттің қамырын бүтіндей осылайынан холодильникте сақтау жолын үйрететін боламын. Қонақты көп күтетіндер үшін және де жұмысбастылар үшін өте тиімді әдіс болып табылады. Қамырымыз осылайынан езілмей әдемі болып шығады. Осындай жайма жаю әдісін үйренгіңіз келсе, менімен видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды, бір шай қасық тұзымызды және де салқын суымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен жоғарғы сұрыпты ұнымызды саламыз. Мен 100 пудов ұнын қолдандым. Ұнымызды салып болғаннан соң қатты әдемі қамыр илейміз. Егер қамырыңыз қатты болмай қалады деп қорықсаңыз, мен сізге алдымен ыдысыңызға ұнды салып алуды кеңес етер едім. Қатты болып иленген қамырымыздың бетін 15 минутқа жауып тұндырып қоямыз. 15 минут өткеннен соң осылайынан қолымызбен күлше жасап, тағы да 15 минутқа тұндырамыз. Қамырды тұндыру ол жайманың ең маңызды этаптарының бірі болып табылады. Сондықтан қамырыңызды міндетті түрде тұндырып алуды ұмытпаңыз. Қамырыңыз сол кезде әдемі болып жайылатын болады. Мінекей біздің қамырымыз жайылуға дайын. Енді үстінен ұн сеуіп, осылайынан жұдырықтап басып шығамыз. Бастапқы кезде ұнды көптеу етіп себе беруіңізге болады. Келесі этапта бізге оқтау көмекке келетін болады. Осылайынан дәл видеодағыдай оқтаудың көмегімен қамырды айналдырып жайып шығамыз. Қамырымыз осындай орташа көлемге келгенде, жайылуға дайын болғанда, оның бетіне ұн сеуіп, тағы да сағат тілімен айналдырып оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырды жаю барысында қамырдың ортасына көп күш салмай, екі шетіне ғана күш салатын болсаңыз, қамырыңыз әдемі бір келкі болып жайылатын болады. Ендігі кезек киімге арналған чехолды осылайынан ортасынан бөліп аламыз. Киімге арналған чехолымызды стол үстіне төсеп, оның үстінен жайылған қамырымызды жаямыз. Чехолдың шетінен осылайынан артылған жері қалады. Дәл видеодағыдай жаймамызды орап шығамыз. Мұндай рулонды базардан шаруашылық заттар сататын жерден немесе ыдыс сататын жерден сұрасаңыздар да болады. Осылайынан жаймамызды әдемілеп орап аламыз және де холодильникте 3 айдың көлемінде сақтауға болады. Және де бұл жайманы үйіңіздің жанындағы магазиндерге өткізіп, таптырмас бизнес жүргізулеріңізге де болады. Мен қолымдағы қағазды Canva приложениесі арқылы жасадым. Яғни іздеуге арналған жеріне жаймаға арналған логотип деп іздесеңіз, жаймаға арналған барлық логотиптің түрін шығарып береді. Сол жерден өзіңізге ұнаған логотиптің түрін таңдап, осылайынан шығартып алсаңыздар болады. Мінекей біздің жаймамыз дайын болды, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналымда осындай пайдалы видео рецепттермен және де пайдалы мастер-класстармен бөлісіп отыратын боламын. Сол себепті менің каналымды жоғалтып алмас үшін төмендегі подписаться бөлімін басып және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Мінекей қамырымыз осылайынан езілмей әдемі болып шығады. Егер видео ұнаса, лүпілшені басып төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Байзақова. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.